Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы: неліктен ақш өз әскери кемелерін Жапонияға жіберді? Оқу мақсаттары: ақштағы капиталдық монополиялардың даму ерекшеліктерін анықтау, еуропалық отаршылдық экспансияның шығыстың дәстүрлі қоғамдарына ықпалын сипаттау, қоғамның индустрияға дейінгі және индустриялық даму кезеңдерінің арасындағы айырмашылығын анықтау, миссионерліктің міндеттерін анықтау. Енді оқушылар термин сөздермен жұмыс жасаймыз. Сигун – Жапониядағы әскери қолбасшы лауазымы. Дайме – ірі жергеленуші феодал. Миссионерлік – діни ұйымдардың ілімдерін таратуға арналған діни саяси қызмет. Империализм – елдерді жаулап алу мақсатында әскери күшті пайдалану саясаты. ақштың ең басты міндеттерінің бірі Америкадан Қытай мен Жапонияға барар жолдағы аралдарды иемдену болды. 19 ғасырдың ортасында батыс елдері Қытайдың әлсірегенін пайдаланды және мемлекетті күшпен ашу үшін қаруланған шабуылдарды бастады. 1844 жылы ақш Қытайды өзімен әділетсіз келісім шартқа қол қоюға мәжбүр етті. ақштың келесі көздеген нысанасы Жапония болды. 19 ғасырда жапондықтар негізінен ірі 3 аралда қоныстанды. Олар Хонсю, Кюсю және Сикоку аралы. Жапония жабық есік саясаты нәтижесінде қандай жағдайға тап болды? 19 ғасырдың басында Токугава әулетінің соңғы сегундарының билігі кезінде Жапония қоғамы терең дағдарысқа ұшырады. Халық өсімі төмендеп кетті. Ауылдағы шаруалар жерінен айырылып, жерсіз қалғандары қайыршылық күй кешті. Капиталистік қатынастардың дамуынан ескі қоғамдық қатынастар кедергі жасады. Сонымен қатар тауар ақша қатынастарының дами бастауынан шаруалар енді кәсіпкерлерге тәуелділікке түсті. Дегенменен де Жапон қоғамында да баяу болса да капитализм дами бастады. Мануфактуралардың саны артып, 19 ғасырдың екінші жартысында Жапонияда 180-нен астам жаңа мануфактуралар пайда болды. Ішкі сауда дамыды, сауда қолөнер орталықтары, қалалар саны өсті. Қолөнер мен сауданың орталықтары ретінде Эдо, Киото, Осака, Нагасаки, Нагая және Хаката сияқты Жапон қалалары пайда болды. Ауыл шаруашылығынан жаңа салалар бөлініп шыға бастады. Жібек, қағаз, қант, қыш, фарфор, тоқыма өндірісі сияқты жаңа кәсіпшілік салалар дамыды. Сонымен қатар Токугава сиганатына қарсы халық көтерілістері болып тұрды. Жапонияны ашуға бағытталған сәтсіз әрекеттермен танысайық. 18 ғасырдың соңы мен 19 ғасырдың бірінші жартысында ақш, Англия, Франция, Ресей бірнеше рет Жапонияның жабық есік саясатын бұзуға әрекет жасады. ақш Жапония жағалауларына 7 рет экспедиция аттандырды, бірақ бәрі де Токугава сигунаты тарапынан тойтарыс алып кері қайтты. Ресей Жапониямен сауда байланысын жасау үшін Лаксман басқарған елшілік кемесін аттандырды. Жапон үкіметі ресми байланысқа рұқсат бермеді. Келесі Рязанов басқарған елшілік те осылай сәтсіз қайтты. Осыдан кейін ақш Жапонияның жабық есік саясатын күшпен күйретуге тырысты. ақш командор Перри басқарған әскери кемені Жапонияға аттандырды. Жабық есік саясатының күйреуі. Жапония жағалауларына келген Перри күш көрсетіп, ел басшыларынан келісімге қол қоюды талап етті. Жапон үкіметінен жауапты 1 жылдан соң Қытайдан қайтар жолда алатынын, егер дұрыс жауап болмаса, күш қолданатынын айтып ескертіп кетті. 1854 жылы 13 ақпанда Перри Жапонияға қайта оралды. ақштың күш қолданатынынан қауіптенген Жапония 1854 жылы 13 наурызда бірінші Жапон-Американ келісім шартына қол қойды. Жапония Америка кемелері үшін Симода, Хакодата порттарын ашуға мәжбүр болды. Осылайша 215 жылға созылған Жапонияның жабық есік саясаты күйреді. Осыдан кейін іле-шала басқа державаларда Жапониямен келіссөз жүргізе бастады. 1854 жылы Жапон-ағылшын, 1855 жылы орыс-жапон, 1856 жылы голланд-жапон, 1858 жылы француз-жапон келісім шарттарына қол қойылды.
Бұл елдердің азаматтары Жапонияда төтенше қорғалатын құқыққа ие болды. Сонымен қатар олар сауда жасау үшін жеңілдіктер алды. Келісім шарттар Жапония үшін еріктен тыс және әділетсіз сипатта болды. Енді осы жағдайлар Жапонияға қалай әсер етті? Жапонияға арзан еуропалық тауарлар қаптап кетті. Жергілікті саудагерлер мен кәсіпкерлер банкрот болды, себебі олардың тауарлары қажетсіз болды. Елдегі алтын мен күміс шетел саудагерлерінің қалтасына түсіп, сыртқа қарай ағып кетті. Шаруалардың ақша табу көзі жойылды. Жапонияда еуропалықтардың келуіне жаппай наразылық болып, олар осы жағдайға Сегунды кінәлай бастады. Император билігін қалпына келтіруді қолдаған қозғалыс басталды. Енді оқушылар, видеороликке назар аударайық. Осы видеороликті назар аударатынымыз балалар, Жапонияның саяси және экономикалық жағдайы қандай болды? Капиталистік солтүстік, құл иеленушілік оңтүстікті жеңуі ақштың қарқынды дамуына жол ашты. Бұл қазба байлықтарынан көмір, темір және де басқа кендердің, мұнай мен алтынның айтарлықтай қорларының болуы өнеркәсіптік саланың дамуына зор мүмкіндіктер берді. Америка құрама штаттарының индустриалдық елге айналуы өндірістің шоғырлануы мен капиталдың орталықтандырылуымен бірге жүрді. Бұл үдеріс азамат соғысынан кейін басталды. 70-ші жылдардың соңында капиталистердің алғашқы ассоциациясы қалыптасты. Ал 90-ші жылдары трестер пайда болды. Шоғырландыру экономиканың барлық салаларында, өнеркәсіпте, темір жол көлігінде, банк және ауыл шаруашылығында орын алды. 1900 жылы темір жолдардың жартысынан көбі Морган, Вандербильт, Харриман сияқты компанияларының қолында болды. Металлургия саласында Карнеги және Морган болат балқыту трестері әлемге танымал болды. Сол заманның ең үлкен трестері Ford, General Motors және Chrysler автомобиль өндірісінің 80% үлесіне ие болды. Сонымен қатар 20 ғасырдың басында елдің саяси және экономикалық өміріне банктердің ықпалы зор болды. Алғашқы қаржы магнаттары пайда болды. Олардың бірі Морган әулетінің өкілі Джон Пирпонт Морган болды. Рокфеллер мұнай компаниясы Standard Oil Company 1870 жылы құрылды. Небәрі 9 жылдың ішінде бұл компания мұнай саласында монополиялық жағдайға ие болды. Ол мұнай өндірудің 90%-ын өз қолында ұстады. Моргандар, Рокфеллерлер, Вандербильттер ақштың қаржы олигархиясын құрады. Ғасыр басында ақштың 445 тресті өнеркәсіп өнімдерінің 4/3 бөлігін шығарды. Осылайша американ капитализмі империализмге айналды. 16 ғасырдың аяғында Жапонияда билікке сегунат деп аталатын билеу жүйесін енгізген Токугава әулеті келді. Токугава дәуірінің ерекшелігінің бірі 19 ғасырдың аяғында билеуші шенеуніктерге айналған самурайлар атты әскери таптың болуы. Әрбір самурай даймёдан жыл сайын жалақы алуға құқылы болды. Бұл самурайлардың ауыл тұрғындарының мазасын алатын бұзақы бандиттерге айналып кетпеу үшін жасалатын шара болды. Біз самурайларды әдетте қожайынына адал қызмет ететін намысшыл жауынгер ретінде елестетеміз. Бірақ шын мәнінде самурайлар еш жұмыс жасамайтын, шаруаларды қанайтын мәскүнемдер болды. Корольдер сияқты сегундар да жергілікті жерлерде ресурстарға ие, өздері әскер жасақтай алатын даймелерді бағынышты қылып ұстай алмады. Әсіресе салық жинау ісінде даймелердің еркіндігі байқалды. Токугава әулетінің билігі әлсіреп жатқанда Жапонияны екі оқиға дүр сілкіндірді. Біріншісі Азияның алпауыты Қытайдың Апеннин соғысында жеңілуі, екіншісі Мэтью Пэридің келуі. Токугава сегунаты шетелдіктерге деген қатал саясатымен ерекшеленді. Әсіресе христиан дінін таратушы миссионерлерді ерекше жаратпады. Токугава христиан діні елдегі тұрақтылыққа қауіп-қатер туғызады деп ойлады. Және Мэтью Пэриге қарап, оның мазасыздануының реті болды.
Сонымен 1853 жылы американдық командор Жапон нарығын американ капиталистеріне ашу үшін әскери кемелермен Жапон жағалауына келіп тұрды. Бұмен жұмыс жасайтын жаңа кемелер Жапон флотына сес көрсетуі Сегунаттың әділетсіз сауда шартына қол қоюына жеткілікті болды. Жақсы балалар, енді ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Сонымен Жапонияда император билігінің қалпына келтірілуі. 1867 жылы Жапонияның императоры тағына 15 жасар Муцухито отырды. 1868-1912 билік жылдары билік кезеңін Мэйдзи дәуірі деп атайды. 1868 жылдары 3 қаңтарда самурайлар қарулы көтеріліс жасап, Сегун Кейкидің биліктен кетіріп, мемлекетті билікті императордың қолына алып берді. Енді осы Мэйдзи реформаларына тоқталып кетейік. Мэйдзи реформаларының бірнеше орын алды. Бұлардың атаулары аграрлы реформалы, әкімшілік реформалар, әскери реформалар, білім беру және ақша реформасы. Егер аграрлы реформаны айтатын болсақ, осы бүкіл жер шаруаларға тең бөлініп берді. Әскери реформаларға қатысты әскер қатарына әр ер азамат, жасы келген азаматтар осы дайындық әскеріне қатысу міндетті болды. Келесі білім беру реформасына барлығына білім беру тегін жүзеге асты. Ақша реформасына келетін болсақ, ақша бірлігі иена енгізілді. Міне осындай Мэйдзи реформалары Жапонияда орын алды. Келесі Жапония мықты күшейген мемлекетке айналды. Жапонияда екі ірі мықты компаниялар пайда болды. Mitsubishi, Mitsui деген. 1894-1895 жылы Жапония Қытайға соғыс ашты. Қытайды толығыменен талқандап, ол Манчжурия мен Кореяны басып алғысы келді. Және де осыған қанағаттанбай 1904 жылы Ресеймен соғыс ашты. Осы соғыстың нәтижесінде Жапония Сахалин, Ляодун, Порт-Артур сияқты аралдарды басып алды. Сонымен қатар Манчжурия мен Кореяда билігін жүргізе бастады. Келесі балалар, осы Жапонияға ақштан бірнеше миссионерлер діни көзқарастарын, діни ілімдерін тарату үшін келді. 1854 жылы ең алғашқы баптист Джонатан Скоби Перридің кемесімен келді. 1858 жылы Таунсенд Харрис пен Жапония арасында келісім шарт болды. 1872 жылы Якогамада алғашқы протестанттық храмның салыну орын алды. 1859 жылы осы Библияның жапон тіліне аударылуы орын алды. Ал 1869 жылға дейін тек Якогама, Нагасаки қалаларында ғана осы христиан ілімі тарады. Енді балалар, осы сабақты қорытындылайық. Сонымен ақштың Жапонияны ашудың 3 негізгі себебі орын алды. Бұл американдық пароходтар жанармай жеткізілімдерін толтыра алатын көмір негіздер ретінде жапондық порттарды пайдалану. Американдықтардың жапондықтар кез келген шабуылынан теңізшілерді қорғауға тура келді. Американдықтардың сауда қатынастарын кеңейту ниеті болды. Міне балалар, осымен біз сабақты аяқтаймыз. Енді балалар, бірнеше тапсырманы орындайық. Келесі, бірінші тапсырма. ақштағы капиталистік монополиялардың даму ерекшеліктерін сипаттаңыз. Бұл жерде мерзімдері мен оқиғаларды сәйкестендіру қажет. Қазір бос тапсырманы дәптерімізге орындаймыз, болғандарыңыз айтсаңыздар болады. Бастай қойыңыздар. Жақсы балалар, өте жақсы. Келесі тапсырма. ақш экономикасының қарқынды дамудың себеп салдарын анықтаңыздар. Себептерді саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени, негізгі және жанама түрлерін не жіктеңіз? Кәне, кім айтады? Жақсы. Жақсы балалар. Бүгінгі тақырыпты меңгергендеріңізге толығымен сенімдімін.
Жақсы. Енді оқу тапсырмасы. Жапониядағы Мэйдзи реформаларына қатысты мына кестені толтыра қойыңыздар. Мемлекеттік құрылыстағы өзгерістер, қоғамдық қатынастардағы өзгерістер, экономикалық қайта құрулар, білім саласындағы өзгерістер. Өте жақсы балалар. Ендеше балалар, біз бүгінгі сабақты аяқтаймыз. Сау болыңыздар.